Сәлем достар, бүгінгі менің видеомда сіздерде осылай кірпіні қалай жасау керек, соны сендермен бөлісетін боламын. Осындай мен фетр сатып алдым. Бұл метрмен сатылатын фетрді сатып алдым. Бұл бізде балабақшаға арналған кірпінің бас киімі балдарға. Биін билейді, соған арналған. Мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Асықпай, мұқият бірінші қағазға сызып алыңыздар. Қағазға сызып аламыз да, дайындап аламыз да, және соны фетрға қойып, сызып, өлшеп, соны кесеміз. Енді бұл балабақшаға арналған, өзімнің баламның бас өлшемін алып, сол бойынша мен жасап дайындап жатырмын. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен жаңа қолөнер болсын, тігін тігу болсын, барлық жағынан сіздерге оңай жағынан осындай видеолар түсіретін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін маған біріншіден тіркеліп кетіңіздер. Сіздер қайшымен қиып алыңыздар. Қайшыларыңыз өткір болғаны дұрыс, және де біздің кірпінің өзінің тікені болу керек қой. Сол тікенін біздер осылай бірінші сызып аламын да, жайлап канцелярский ножбен кесемін. Және де сіздер столыңызды бүлдіріп алмас үшін астына бір қатты кардон болсын, немесе ағаш болсын қойыңыздар обязательно. Менде қатты ағаш болмағасын, осылай кардонды қолдандым. Біздер кірпімізді бір балаға екі кірпі жасаймыз, екі данасы болу керек. Бір-біріне жабыстырғанда баланың басына кигізуге ыңғайлы болу үшін. Бұл маска болып саналмайды, бұл кірпінің бас киімі болып саналады. Және бір айта кететін нәрсе, ол жаңа кірпінің тікені дұрыстап тұру үшін біздер оны үтікпен басып алуымыз керек. Және біздер осылай екі мұрнын, екі көзін қарадан жасалған фетрмен жасап, соны ыстық желіммен клейлейміз. Міне көзін жабыстырып жатырмын. Осылай дайындап аламыз бірінші. Оп-оңай бәрі.
кез келген ата-ананың қолынан келеді. Мына осылай екі жақты болады. Және тұмсығынан ыстық клеймен клейлеп шығамыз. Мен көрсетіп жатырмын. Сосын артқы бөлігін. Міне осындай кірпі дайын болып жатыр. Азғантай қалды. Және де жоғарғы бөлігін сіздер өздеріңіздің ыңғайыңызға қарап ыстық желімен клейлеп алуға болады. Осындай. Сосын біздер кірпіге әдемі етіп жапырақтар жабыстырамыз. Немесе сізде алма болсын, саңырау құлақ болсын, не бар, сонымен жабыстырып әдемі етіп жасауға болады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар, лайк басып кетіңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар.